Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі менің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Осы видеоның арқасында өзімнің әсемде сұлу көрермендерімді 8 наурыз халық аралық қыз-келіншектер күнімен құттықтап, сіздерге әйел бақытын тілеймін. Бақыттарыңыз еселеніп, білімдеріңіз тереңделіп, өнерлеріңіз кемелденсін. Осы мастер-класстан тамшыдай пайдам тисе де сіздерге Алланың разылығы үшін бүгін сіздерге жаңа дастарханымды ұсынғым кеп тұр. Мінекей көктемде құлпырып, жаздай жайнап тұрмын алдыларыңызда. Осы мастер-классымды сіздерге ұсынып отырмын. Видеомды аяғына дейін көрсеңіздер, түрлі техникалар және де құпиялар сіздерге ашылатын болады. Мінекей менің дастарханым бүгін осы 8 наурызға арналған осы көктем мейрамына жаңа дастархан меруерт деп аталады. Неге? Өйткені біз осындай жаңадан шыққан эко-кожа мінекей переливация етеді, орысша айтқанда құлпырады. Бірсе ақ болады, бірсе айвори түс болады. Және де мінекей мынандай кружевом мен дайындап қойдым. Бантовые складки жасаймыз айналасына. Осындай керемет юпочка болады мінекей былайынан. Содан соң мынандай полубусинка деген жемчугтер болады мынандай. Осы мен өзінің арнайы клейінмен мынандай қылып безендіріп шығамыз. Мына гүлдердің ортасына, мыналардың арасына бетіп былайынан безендіреміз. Сол кезде меруерт дастарханымыз дүниеге келеді. Жаңадан шыққан дастархан, өйткені айналасы бантовые складки техникасын қолданамыз. Екіншіден бұны столдың пішінімен ғана істейміз. Үшіншіден бұны мынандай моншақтармен безендіріп шығамыз. Және де стразы қолданамыз. Көріп тұрсыздар ғой, қандай шикарный, керемет дастархан шығарғалы жатырмыз. Егер де сіздерге ұнаса, маған сұрақтарды қоюды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де бөлісуді ұмытпаңыздар, өзіңіздің шебер, подружка, достарыңыз болса. Ал достарым, енді кеттік. Құрметті көрермендерім, столымның размері 3 метр 0,5 миллиметр. Және ені 90. Мына ұзындығы 3 метр, ені 90. Мен осы обойдың қиындысын, столым овал пішінді болғандықтан, сопақ пішін болғандықтан, сол сопақ жағын мінекей былайынан сызып алдым. Осындай лекала дейді ғой, осындай неге жасап алдым. Образецін. Енді осыны екіге бетіп қойған кезінде, мынандай шетіне қоямын да, мына дастарханымды бетіп сызып шығамын. Ол үшін мен дастарханымның барлық жағын 1 сантиметр артық қылып аламын. Мысалы, ұзындығы менде жаңа айтқандай ұзындығы 3,3 метр 0,5 миллиметрге 2 сантиметр қосам. Екі жағына 1 сантиметр тікіске кетеді. Сонымен общий менде 3 метр 2,5 сантиметр болады. Ал ені 90 болса, неке, оған қосамын 2 сантиметр, екі жағына тігіске кетеді, сонымен 92 болады. Мінеке осы расчетпен аламыз. Қыздар, мен дастарханымды сызып алдым. Ені бізде мінеке 92 болу үшін мінеке 45, мынау менің столым үсті 90, және де 1 сантиметр астында тұр, 2 сантиметр тігісіне мен алдым. Мінеке осылай сызып алдым, сіздерге көрініп тұрсын деп. Ал екінші жағын тағы да мына лекаламды қойып тұрдым да. Қойып тұрып, осылай сызып алып, одан да 1 сантиметр алып тастадым. Өйткені мен бұны 1 сантиметр артық қылып алдым басында, білесіздер. 3-те 0,5 деген жоқпын, 3-те 2-де 2,5 қылып алдым. Сол үшін 1 сантиметр тігіске кетіп тұрады. Ал енді мен бұның артық жерлерін қиып тастаймын. Неке артық жерін қиып тастаймын. Бісміллә деп.
мынандай қыржын болмау керек. Қолыңызбен түзеп жіберіп, смело қия бересіз. Ал мінекей, мен келіп қалдым мына бұрышына. Ал мінекей, құрметті көрермендер, менің мына столымның бетіне төселетін дастарханым дайын. Бұл эко-кожа, өте жұмсақ мінекей, және бұл жуылады екен. Мына столымның мына шетінен, осына ортасынан бастап мен мына кружевамды жинауым керек. Бантовые складки жасауым керек, қыздар. Ал бұны қалай жинаймыз? Мінекей, мына көріп тұрсыздар ғой, мына сопақшалардың үстімен ғана алып отырамыз. Сол кезде бірдей болады. Вообще жаңылыспаймыз. Ол бір. Екіншіден, жағадай бантовые складки жасап шығамыз. Оны қазір көреміз. Бұны бірінші инемен жіппен қолмен жинап шығып аламыз. Сосын бар машинкаға саламыз. Сол кезде әдем идеально шығады. Мінекей, қыздар, мынау менің жаңа столымның беті еді. Міне, көрдіңіздер ме? Мынау 1 сантиметр тігісіне кетеді екен. Міне. Әнекей, осыдан білеміз, что біз сәл артықтау алғанымызды. Енді бантовые складки жасау үшін біз бірінші жағына қаратып аламыз. Бірінші, содан мына ортадан бастаймыз. Ортадан былайынан бастап тігеміз. Мінекей, тіккен кезінде, былай қаратқан кезінде, мына оң жағыны болады. Түсіндіңіздер ғой. Центрін тауып аламыз. Мінекей, сіздер білесіздер, 1 сантиметр біз тігіске арнадық. Новичоктар былайынан өлшеп алсаңыздар болады. Міне, как раз мына жер сыртта қалып кетеді екен. Мынаны былай қойып аламыз да. Қазір қолмен жинап шығамыз. Ал бірінші бантовые складкені мына узордан ақ байқауға болады. Мінекей, міне 1, 2 жарым, міне 1, 2 жарымнан қайтарамыз. Қайтарып алдық. Инемізді тоқтатып аламыз. Егер де көп кетіп қалатын болса, өзіңіз білесіз, қытайдан азайтып отырсаңыздар да болады. Айнан кете береміз. Енді мына жағын былай қаратамыз. Түсініп тұшар енді. Арасын сәл ашық қылсақ, әдемі көрініп тұрады. Мына жер кіттей кішкене ашық тұрса, қыздар әдемі көрінеді. Осылай бірінші инемен жинап шықсақ, сосын тігуімізге де оңай болады. Мінекей, астаға қаратамыз енді. Сәл мына жер ашық болса, ештеңе етпейді. Міне. Наоборот, узорлар көрініп тұрады. Кейін біз мына жинап болғаннан кейін мынандай қылып бұл жерлерді бүйтіп безендіріп шығамыз. Мінекей, сіздерге түсінікті болу үшін. Міне, мыналар арзан тұрады екен, қыздар. Мен базардан алдым. Осындай бір пакетігі 150 ма, сондай 200 теңге ма болды. Және де мына гүлімізді да безендірсек болады. Міне, және де мына жерге де бүйтіп қыстырып қойсақ, мінекей, меруерт дастарханы осылай болады. Болашақта бұны кейін көрсетемін. Менің видеомды аяғына дейін көрсеңіздер, мен айтамын қандай клейді қолданғанымды. Мінекей, құрметті көрермендер, біз осылай қылып дастарханымызды складочка қылып жинап аламыз. Енді бұл дастарханымыздың складкалары примерно мінекей 4 сантиметрден болады екен. 4 сантиметрден қайырып кете береміз. Міне, бантовые складки техникасына салып, міне, былайынан көріп тұрсыздар. Былайынан бірінші мен инемен жинап алдым. Сосын
қолмен міне ине жіпті алып, мінекей 1 сантиметр біз тігіске қалдырдық. Сол 1 сантиметрдің шамасымен қолмен ине жіппен тігіп шығамыз. Осылайынан ұзыннан жинап шығамыз. Видеомды соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, және де сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңызға жауап беремін. Инстаграм парақшамда Deluxe Уют Маркет де заказ аламыз. Сол парақша арқылы WhatsApp-ма жазсаңыздар, біз Қазақстанның барлық өңірлеріне тігіп беріп жеткізе аламыз. Почта арқылы. Мінекей мына складкілерімізді жинап болғаннан кейін инелердің қажеті жоқ, алып тастаймыз. Өйткені қазір біз тігіп жатқанда бұлар кедергі болады. Складкілерімізді жинап болдық, ал енді былайынан аударып тастап сіздерге көрсетпекшімін. Мынандай болады деп. Міне, мына жағына түсір. Осылай столдан әдемі болып түсіп тұрады мінекей. Көріп тұрсыздар ма? Енді қалай тігеміз? Енді біз қазір былайынан ұстап отырып машинкамен былайынан тігіп шығамыз міне. Астын тікпейміз, міне үстінен тігіп шығамыз. Мінекей. Осы жерден бірден машинкаға саламызды, дастарханымыз дайын болады. Мінекей мынаны тартып тұрып, осылай қойып аламызды. Мінекей осылай біз мынаны тігіп аламыз. Мінекей қыздар, міне столдың дәл беті 90, міне 90-ға келіп тұрмыз. Тек столдың беті тұрады, ал қалған жері осындай складка болып түсіп тұрады. Оны видеомның соңына дейін көрсеңіздер, нәтижесін көрсетемін. Мына менің столым 1:10. Ол мынау дастархан 90, ені 90-дыққа тігілген. Сол үшін былайынан болып тұр. Неке, құрметті көрермендер, былайынан міне каждый мына гүлдерге қыстырып шығудың қажеті жоқ. Өйткені біздің дастарханымыз мынау складка болып тұр. Тек алдына шығып тұрған складкілерге ғана бүйтіп қыстырып шығамыз. Ол үшін мына пистолет клейімізді алып, моншаққа кішкене жағып, міне мына цветочегі бар, любой бір узоры бар кружеваңыздың қыстыра саласыз осылай. Мінекей әдемі осындай мерует деген дастархан болады. Ал мінекей мына үстіне мына дастарханымыз, мына эко-кожамыз неуе болмау үшін осындай неуе тіктім. Силикон мынау жұқасы 0,2 миллиметрлік невесі. Соған осындай міне моншақ алдым. Бақырамасымен тігіп шықтым айналдырып. Міне былайынан тұратын болады. 5 сантиметр спуск қылып алдым. Осына дастархана сәл артықтау болып көрсетеді. Және дастарханымызды кірден, майдан сақтайтын болады. Құрметті көрермендер, мінекей менің видеомның соңына дейін көрдіңіздер, рахмет үлкен. Алла сіздерге разы болсын, және де осы мастер-классымнан тамшыдай болса да сіздерге пайдам тисе, соған мен өте қатты қуанамын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар менің каналыма. Ал егер де бұл дастарханды заказ беретін болсаңыздар, менің Deluxe Уют Маркет парақшама, Инстаграм парақшама өтіп, сол жерде мені WhatsApp-ма басып, WhatsApp-ма жазсаңыздар, заказ бере аласыздар.
мінекей дастарханымызды осылай төсеп, қазір мен сіздерге соңында нәтижесін көрсететін боламын. Қалай бұл өз столында, өзінің размеріндегі столға қалай көрінісін көретін боласыздар. Ал енді қош сау болыңыздар. Келесі мастер-классымызда кездескенше сау болайық.